Ал елордада Ақжол Демократиялық партиясының сайлау алды съезі өтіп жатыр. 16-шы құрылтайға 256 делегат қатысуда. Оның 130-ы дауыс беру арқылы іріктелгендер. Демократиялық партияның жиында біздің тілшімізде жүр. Студиямен тікелей байланысты әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова. Ғазиза, қайырлы күн. Жалпы съезде қандай мәселелер сөз болды? Рахмет, Жанар, қайырлы күн. Ақжол партиясының сайлау алды съезі 1 сағат бұрын басталды, бірақ еліміздегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты 256 делегаттың тек 47-сі осы жерде отыр, қалғандары жиынға онлайн байланыспен шыққан. Ал күн тәртібіндегі негізгі мәселелер бұл партияның сайлау алды бағдарламасы. Мұнда Азат Перуашевтың айтып өткен сайлау алды бағдарламадағы партияның негізгі бөлімдерін айтып өтсем, бұл біріншіден партия саяси жүйеге түбегейлі өзгерістер қажет деп есептейді. Ол үшін қазіргі билік моделіне балама ретінде терең реформалар жүргізуге шақырады. Сондай-ақ Ақжол партиясы мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту керек деп есептейді. Сонымен қатар шетелдіктерге жерді сатуға және жалға беруге тыйым салуға шақырады. Жалпы демократиялық партия бизнес партиясы ретінде танылғаны белгілі. Осы тұста биылғы сайлауда Ақжол партиясы кәсіпкерлерді қолдауға қандай ұсыныстар енгізбек? Бұл туралы бізге мәжіліс депутаты Берік Сәлімжанұлы айтып береді. Саламатсыздар ма? Бүгін Ақжол партиясының құрылтайында кәсіпкерлікті қолдау туралы біздің сайлау алды бағдарламамыздың бөлімі өте қомақты. Бұған бүгінгі жедел дереу қолға алынатын шаралармен болашақтағы қолдауды екіге бөлуге болады. Бұл қосымша құн салығын әлеуметтік маңызы бар товарларға 0%-дан 6%-ға дейін түсіру. Мына бүгінгі көптеген экономикалық ресурстар шоғырланған мына әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияны тарату. Өйткені олардың бүгінгі қолданыстағы тәсілдері мына бизнеспен қарым-қатынастарын біз мүлдем пайдасыз деп санаймыз. Сонымен қатар өздеріңізге белгілі біздің Қазақстан экономикасының көп бөлігі пайда қазбаларын пайдаланып жатқан инвесторлармен тікелей байланысты. Бұл инвесторлардың мына жергілікті товарларды сатып алу, жалпы принциптерін сатып алу позицияларын қайта қарау, бұны заңмен бекіту, жылына 8 триллион теңге осы шетелге басқа өзіміздің елімізде өндірілетін тауарларды сатып алу үшін шетел асады. Сондай-ақ мынау пандемия кезіндегі бүгінгі кәсіпкерлікті қолдау, мына көптеген мекемелерді толыққанды жұмыс істеп кеткенге дейін қосымша құн салығына, мүлік салығына мүлдем азайту. Қысқаша айтатын болсақ, жалпы біздің кәсіпкерлікті қолдау шаралары осындай бүгінгі күні қолға алатын, болашақта атқарылатын жұмыстардан тұрады. Көп рахмет. Жалпы бүгінгі жиында бұдан бөлек мәслихат депутаттарының тізімі және Ақжол партиясының орталық кеңесінің жаңа құрамы бекітіледі. Ал бұл туралы келесі жаңалықтар топтамасында толығырақ айтатын боламыз. Мендегі ақпарат легі осындай. Жанар, сөз кезегі өзіңізде. Ғазиза, ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова болатын.